саламатсыздарбы? Бүгін мен сіздермен үй жағдайында қазірде пісіретін пиццаның рецептін көрсетемін. Енше көріңіздер, міне ұнды елеп әкеп қойдым. Мында жобамен енді 200 грамдай ұн болады. 2 пиццаға деп отырмын. Оған азғантай айран қосамыз. Айранға 1 қасық. Біз жарты шай қасықпен жарты қасық ас содасын салдық. Оны үйдің айранымен араластырып аламыз. Ол енді гасит етілген деген. Енді айран болмаса, уксуспен кішкене гасит етіңіздер. Өйткені дәмі болады. Сондықтан мінекей. Бисмилля. Айранымызды салдық. 1 жұмыртқа. Bir жұмыртқа, 2 шай қасық қант, айныз кішкен су алып жылы су, 3 қасық, 2 қасық жарымдай сұйық май қосамыз, жұмсақ болу үшін. Жарты шай қасық тұз. Сосын жылы сумен араластырып, остан тесто жасап шығарамыз. Тестомыз дрожь салмаймыз. Осылай ас содасымен жұмсақ қып, тестосын жұмсақ жасаңыздар. Бұны 10 минут, 20 минут көтертеміз деп ойламаңыздар. Бұны лезде бір иіні кішкене қанғаннан кейін сразу пісіре беруге болады. Қазір ары қарай духовкаға саламыз. Соны көрсетем. Тестосы рет кесе жұмсақ болсын. Тестіміз дайын болды. Міне осындай жұмсақтықта болады, өте жұмсақ. 2 пиццаға келеді. Енді әркім әртүрлі жақсы көреді, кейбіреуі қалың болған жақсы көреді. Біз енді өте жұқада емес, қалыңда емес қыламыз қазір. Енді тестосын ысып жатыр. Енді тесто жасалғаннан кейін бір 5 минуттай бұқтыртып қоям десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Қалыңдығы мен қазір қалыңдығын сіздерге көрсетем, қалай болатын. Қалыңдығы жобамен осылай болады. Енді 1,5 ас қасықтай майонез қосыңыздар, сосын 1 қасықтай кетчуп қосыңыздар. Көбірек қоссаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Осы екеуін араластырып аламыз да, осы сылған нанымыздың үстіне саламыз. Енді ол тестоны әркім үстіне не салғысы келеді, өздері біледі. Мысалы, түстен қалған картошка болсын, түстен қалған бір фарштан жасал фарштарыңыз болса, колбасаның орнына фарш та салуға болады. Мысалы, осылай жағып аласыздар да майонезіңізбен кетчупыңызды. Сосын үстіне фарш салып та солай жеуге болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Піскен етті уақыттап тұра, піскен еттен жұмыртқа болсын, үйде қандай зат бар, соның бәрін сала берулеріңізге болады. Меке майонезіміз жағып алдық. Мұсылманский колбасамыз бар. Соны осылай қиғаштап турап. Дөңгелек турайсыздар ма, өздеріңіз білесіздер енді. Енді әркім әрқалай істейтін шығар. Мен 10 минутта, 15 минутта піседі. Соны пісіп болғаннан кейін, алатын уақыт болған кезінде бетіне сырымызды үкіштен өткізіп, бетіне саламыз да, сөндіре саламыз. Сонда өзі жылы болып тұрғанда, өзі еріп тұрады. Екеңіз болды. Қазір енді 180 градуста 10 минуттай пісіреміз. Жобалап осыншама, енді бұл қанша болатын білмеймін, 150-200 грамм болады шығар жобамен. Осыны теркадан өткіземіз де. Пиццамыз 7 минутта, жаңа мен әдей қарадым, сіздерге айтайын, уақытын тура деп. 7 минутта пісті. Енді осыны қазір соның бетіне себеміз де. Духовкамызды сөндіріп қоямыз. Өзі ішіндегі жылуымен ол өзі еритін болады.
Pitsamiz dayın. Бетіне ақындап сырымызды себеміз. Бұл қазірде аяқ асты жасалатын пицца. Оны әркім әртүрлі жасайды. Сумен де істеп жатады, сүтпен де істеп жатады. Мен енді нан ашытсам, соның қалғанынан да жасап жатам. Мен кейін осы ыстық несіне сала тұрамыз, духовкаға, ол өзі қазір ерейді. Пиццамыз дайын. Бисмилла. Жұмсақ. Қазір дегустатор қызымыз дәмін татады. Degustador. Oynuyor. Өте жұмсақ. Міне. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз маманың тез пісірген пиццасының дәмін көретін боламыз. Кеттік. Қалай екен, дәмі құрғақ емес пе екен? Күшті. Қалпаша көппін. Қойызға ертіміз. Күшті. Дегустация өтті. Бүгінгі пиццамыз. Осы үйлеріңізде пицца пісіріңіздер, отбасын қуантып, бәрі махаббатпен пісірсеңіздер, бәрі жақсы болады. Өздеріңіздің қалауларыңыздың бойынша. Енді подписка жасаңыздар маған, лайк басып кетіңіздер, комментария қалдырыңыздар, сау болыңыздар.